Адамдарға бұл өмірде не керек? Проблемасының тез шешілгені керек, байлық керек, армандарының бірден орындалғаны керек. Сонда оған жету үшін не істеу керек? Курстарға жазылады, тренингке қатысады. Ол бізге болмайды ол. Ешқайсының гарантиясы жоқ қой. Бізге 100% гарантиясы бар керек. Например, ол жерде мүлде су жоқ. Бірақ бүкіл әлем сол жерден суға көшеді екен. Ол жерде кішкентай жәндікті өлтіруге де болмайды. Және кішкентай шыбықты да сындыруға болмайды. Әлем чемпионатында жиналған халықтан көп адам келеді осы жерге. қандай жер ол? Ол қасиетті Мекке қаласы, дұғалар орындалатын жер ғой. Барайық та енді. Араб еліне бару үшін мен Қазақ Travel'дың тікелей рейсін таңдадым. Бар жоғы 5 сағаттың ішінде Джидда қаласында боламыз. Ұшақ биікке көтерілген соң тамақ та келді. Бізге ас болсын. Алмаған бұйырғаны тікелей рейссіз ұшу. Бірінші Шаржаға, сосын әуежайда күтіп барып, Мәдинаға ұшу. Шаржаны қайдам, Алматының әуежайындағы күтудің өзі іш пыстырып жатыр. Бірақ тәуекел енді, бұған да көндік. Тамаққа тойып алған соң, имамның уазын тыңдадық. Ал біз Шаржаға кеттік. Шаржа деген Дубайдың қасындағы қала. Біз сол қаланың әуежайында ұшақ ауыстырамыз. Бұл ұшақ та байқасаңыздар қазақтікі емес, шетелдікі. Қасымызға бірінші бір қара домалақ жайғасып еді, аздап ұшудан соң әжеміз келді. Апыр-топыр болып жатыр, не сынақтар болып жатыр енді. Ағарыстікі рахат қой деймін да енді. Олар қазір тікелей рейс 5 сағатта қазақтардың ортасында. Айтпақшы, бізде бір сәл тағы не жаңалық, олар енді тамақ ішіп тойып барады ғой. Бізде тамақ бермейді екен. Шаржының әуежайындамыз. Шаржа деген былайынша Біріккен Араб Әмірліктеріндегі Дубайдың қасындағы бір үлкен қалалардың бірі ғой. Бүкіл 9 жолдың торабы, елдің бәрі ошақтан ұшып келеді. Аэропортта отырғанымызға бір 3-4 сағат болды, бірақ әлі келесі рейс күтіп отырмыз, 2-3 сағат па кетті. Сырым тентіреп, әзер келгенде біз қонақ үйге орналасып жаттық. Where from? Pakistan. Pakistan. I'm from Kazakhstan. Сонымен біз Мәдина қаласына ұштық. Ағарыс бір ұшақпен барған жерге біз 2 ұшақпен кеткен соң қарын шұрылдап, аш болып тұрса да көңіл тоқ. Бірақ Алла ризықсыз қалдырмайды екен. 10 000 километр биіктегі ризық әжеміз арқылы келді. Бұл Мәдинаның әуежайы. Мұхаммед бин Абдул-Азиздің атын алған әуежайдың үлкендігін айтып жеткізу оңай емес. Десе де, нұрлы қалаға жеткенімізге сансыз шүкір. Байқасаңыздар, әуежайдың өзінде пальмаға ұқсас темірлер көп. Бұл жақта құрма өсетін пальма көп болған соң, осы табиғи сұлулығын құрылыста да пайдаланады. Біз енді келдік Мәдинаға, бірақ енді қонақ үйге барғанға дейін бұл жақта такси алу керек, оны шаруасы көйіп кететін болды. Сондықтан бір келген қаржылар бар екен, басқа бір соларға ілесіп мініп кетейік деп тұрмыз қазір бір автобусқа. Сөйтіп жетіп алғаннан кейін сол жақтан ары қарай кетейік иншалла. Біз қанша ұшақ ауыстырып, елден елге көшіп келіп жатсақ, Ағарыс келген бойда қонақ үйге орналасып жатыр. Рахат, ә? Енді бөлінбей қояқшы енді. Ыңғайлысымен жүре берейік, ә? Ыңғайлысымен, бәріміз бір ыңғайлымен жүре берейік. Мәдина мұсылмандар үшін екінші қасиетті қала. Араб тілінде Мәдина қала деген мағынаны білдіретін сөз. Адамдардың бәрі нұрға толып жүретін нұрлы қала Мәдина. Пайғамбар келгенше бұл қала Ясриб деп аталған. Қаланың тарихи тереңдігі де, заманауи ерекшеліктері де қызық. Ең басты құндылығы пайғамбар мешіті. Бұл мешіт пайғамбар заманында салынған.
кийин көптөгөн кеңейтүү шараларынан өтүп, казыркы көлемине дейин жеткен. Бир кызыгы, пайгамбар заманындагы Мәдина каласы түгөлүмен казыркы кездеги мешит көлеминде болгон. Осыдан оның канчалыкты үлкейгенин айтууга болот. Сондай-ақ, дәл осы мешітте Алла Тағаланың қаншама бұйрықтары мен аяттары пайғамбарға тікелей түсіп тұрды десеңізші. Алғаш Алла Тағала осы Нұр сүресінде орамалды парыз қылған кезде барлық Мәдинадағы мұсылмандар бірден ана аятты естіп, Алла Тағала орамалды парыз етті деген кезде тез-тез үйлеріне барып, қандай материал бар, сол материалдан тез-тез орамал жасап, намазға тұра қалды дейді, орамалдарын тағып. Сол кезде сыртынан қараған кезде олар бір құстар сияқты болды дейді, бір кептердің басы сияқты болған ғой енді. Ада қыздардың басы кептердің басы сияқты болып, әдемі болып, бары құстар сияқты болып қалды дейді. Содан қазақта осы сүннетте, осы хадиске сүйеніп, қазақта бір керемет сөз пайда болған. Қандай? Бізде күйеуге шыққан қыздар міндетті түрде орамал тағады, сондықтан құсың құтты болсын деп айту содан пайда болған екен. Яғни қыз орамал таққан кезде, күйеуге шыққан кезде орамал тағады, оранады, сол кезде құс сияқты болып қалады біздің кимешек кигенде де. Сондықтан қазақтар алғаш ел алған жігіттерге құсың құтты болсын деп айту осыдан шыққан екен. Мінекей біз сол Мәдина қаласында орамал парыз болған жерде осы құстарды көріп, сол оқиға есімізге түсіп жатыр. Садақа Алланың ашуын қайтарады. Бұл жақтағы адамдардың барлығы қолынан келгенін таратып, Алланың мейірімін іздеп жүр. Сіздер жай бейнебақылаудың камерасы ойлап тұрсыздар ма? Бұл бейнебақылаудың камерасы емес. Бұл телевидениенің камерасы қойып қойған ғой. Кәдімгі футбол түсіретін камералар болады ғой, әлем чемпионатындағы. Сол сияқты бұл Сунна деген канал бар бұл жерде. Бұл каналды көру бізге бұйырған екен. Канал тура мешіттің ішінде екінші қабатында орналасқан. Мінекей жаңа айтқан жерімізге келдік. Яғни видео жүріп жатыр деп жатыр. 24 сағат тікелей эфир. Студияға келдік. Бұл каналда 24 сағат бойы пайғамбар хадистерін айтады және пайғамбар мешітін көрсетеді. Мешіт айналасында бас аяғы 30 камера бар. Видео студиясы, ақпараттарды сақтайтын сервері барлығы осында орналасқан. Біз бәрін аралап көрдік. Мәдина қаласындағы алыста орналасқан Ухуд тауында көруге мүмкіндік бар дейді. Қазір соны тексеріп көреміз. Бұл жерде кәсіп ашпаңыз. Кәсіп болғанда да мынандай терезенің кәсібін ашқаннан көп пайда таппайтын сияқты. Өйткені осы Саудия Арабиясы, Мәдина, Мекке қалаларында, жалпы осы араб өлкесінде терезені ешкім көп қолданбайды. Кішкентай ғана терезелер жасайды. Неге? Өйткені күн өте ыстық, бір жарықтың кіруімен қатар бұл жерде ыстық қатты кіретін болғандықтан мүмкіндігінше терезеден қашуға тырысады. Бұл жаққа келгендердің барлығы Әлбайк фастфудын қатты мақтап жатады. Қатты мақтап жүрді мына кісілер. Бос уақыт табыла сала осында келдік. It is nice, cool, amazing. Yes. What is it? This is sabr. This is sabr, да? Yes. Sabr, жігіттер, жаман ойлап қалмаңдар, біздікінде емес бұларда, sabr бұларда. Eyvah sabr. Yo, nice, шукран. Sabr. Blogger. I'm blogger. Instagram, TikTok. Негізі, әлемде кез келген жерде әсер етеді екен мына саны. Жотам, сәке! 5 реал тұрады екен. Бауырын деген ғой бұларда. Ахи. 5 реал. Мындақты көріп тұрмын, өздеріне Алла Тағаланы еске салып тұратын, Алланы сөзсіз салып тұратын дүние жасап қойған. Бұл жақта жай ғана жарнама емес, Құранның аяттары, және де Алланы зікір ететін дүниелер жазуы шығып екен. Адамдар Сауд Арабиясы дегенде өте ескі, тек мешіттері бар елді елестетуі мүмкін. Бірақ мүлдем олай емес. Бұл жақта әлемдік брендтердің барлығы бар. Мысалы, мынау арабша жазып тұр, Хардис, Nike, Adidas, KFC, McDonald's. Тіпті бұл жақта мейрамханалар отбасылы адамдарға және бойдақтарға деп екіге бөлінген. Кассаның алдына келіп, ойымызды жеткізе алмай тұрғанда, осы жақта оқып жүрген шешен бауырларымыз кездестіріп қалдық. Тапсырыс беруге көмектескен соң, бірден Instagram парақшамызбен алмастық.
адамның қандай екенін қазір достарына қарап, ондай керек жоқ. Сторисіне қарасаң түсініп болады. Бауырымыздың сторисін көрейік. Бірінші сторис. Красивые тела, уродливые души. 21 век. Екіншісі 99-да 9 килограмм. Bu спортсмен. Вот. Тақуа спортсмен. Вот кім екенін білдік. Түнде серуенге шығып, Мәдина қаласын басқа қырынан көргендей болды. Үстап емін-еркін жүре береді екенсің ғой. Бағдаршамда керек емес. Қайнап жатқан өмір, көшедегі әрбір адам сенің шетелдік екеніңді көріп көмектескісі келеді. Бірақ ол үшін ақша да басқа да сұрамайды. Бұл жақтың адамдары өмірдің ең үлкен валютасы сауап екенін шын жүректермен сезінген сияқты. Абдулла, атамызға көп кедергі келтірмейік, баяғыдан бұрыннан осымен бала күні айналысып жатыр екен, жасы 80-де. Мәдина мысықтар қаласы. Яғни бұл қалада мысық өте көп. Себебі мешітке кіруге рұқсаты бар жалғыз жануар мысық. Қазіргі ғалымдар мысық ұстау стрессті кетіреді деп жатыр ғой. Ендеше стресстен арылуға Мәдинадай қала жоқ. Әлемдегі жалғыз қасиетті су зәмзәм суы. Зәмзәмді не мақсатта ішсең, сол үшін болады. Оны емделу үшін ішсең, сені Алла емдейді. Егер сен оны қарныңды тойдыру үшін ішсең, Алла сені тойдырады. Егер шөліңді қандыру үшін ішсең, Алла шөліңді басады. Егер оны жәрдем тілеп ішсең, Алла сені қорғайды. Бұл зәмзәм суы. Зәмзәм су Мединадан шықпайды, Меккеден шығады. Сол себептен күн сайын Меккеден Мединаға 120 тонна зәмзәм суын тасиды. 120 тонна деген сіздер түсіну үшін айтайын. 120 тонна мен 40 Гелендвагеннің салмағы бірдей. Сонда күн сайын 500 километр Меккеден Мединаға 40 Гелендвагенмен тең зәмзәм суы салмағын айтып отырмын сіздерге. Деп шатасып қалғансыз. О, жігіттер көндіріп алмай қараңдар. Камри жетпес болған. Араб елі дегенде көзіме спорткарлар елестейтін еді, сөйтсем мүлдем олай емес екен. Бұл жақтың адамдар көлікке байлық ретінде емес, бір жерге жетіп алудың құралы ретінде ғана қарайды екен. Мынандай көлікті біздікілер сатып алса, отбасы туыс-туғандармен автосалонға барып, қаншама еңбек, қаншама тер деп тұрып шығарып алады ғой. Бұл кісілер жай арба ретінде қарайды да, көлікке дүние ретінде. Біздікілер сәл сырып алса, екі дәу жігіт бір-бірімен ерегісіп қырылысып кетеді. Ал бұл жақта көліктер соғысқан күннің өзінде екеуі шығып, бір-бірімен амандасып, сабыр деп ары қарай тарап кетеді екен. Бізге де дүниеге осылай қарау керек сияқты деп ойлаймын. Бұл жақтағы адамдар көліктің әдемілігіне емес, шаруаға жарауына қарай алады. Көшеде ең көп кездестірген көлігіміз пикап. Соған қарап-ақ бұл жақтағы адамдар шаруашылықпен көп айналысатынын аңғарсақ болады. Бангладештік ағам су беріп тұрған бұл жердің аты Рауда. Хадисте бұл жерді жәннаттың бір бақшасы деп атаған. Ол жер пайғамбардың үйі мен мінберінің арасында. Пайғамбардың үйінің орнында қазір пайғамбарымыз Абу Бакр Омар жерленген. Мәдина қаласының басты жерлерін аралап болған соң, қаланың шетіне қарай жол жүрдік. Ол жерде бізді не күтіп тұр деп ойлайсыздар? Мінекей достар, біз Алланың қалауымен бүгін бір ерекше сапардың үстіндегі сапарға шықтық. Қазір түйелерді көретін боламыз. Атау деген досымызбен бірге. Айна, қай жаққа баратырмыз? Айна? هذا حليب جمل. Халиб Жамал. Жамал деген түйе, Халиб деген түйенің үстінде жүруге бара жатырмыз. Иншалла. Жіберіңіз. Сауды ге? Бар. Ал шекке батырда бірден шебірдігіне саумал сияқты. Жаңа ғана сауылған, мінекей қазір суп қалмай тұрып шеңіп түсіріп аңдырады. Бисмилlah. Түсіріп жатыр, сондықтан айып қабырымызда. Коктейль ғой мынау. Түйелерге арнау сізге сүт беріп жатыр, давай. Мен қалай бұл түйеге ұрсамын? Сүт ішкен, шұбат ішкен, ұлы шағым, айналайын ақ түйем.
аман болшы, ақ сүтіңді ақтауға тырысамын деген. Қызыға шөл далада шөлге ең төзімді жануар түйе ғой енді. Өзі жантақ жеп жүре береді деген жақта. Шөл далада мүлдем су қалмай қалған кезде түйенің өзі асқазанның тұсында, өттің тұсында бір отсек сияқты бір өт сияқты бірдеңе болады екен. Соны тесіп жіберсе, соны су ағады екен. Сонда өліп бара жатырмыз деген кезде түйенің ішінен су ішіп адамдар тірі қалады екен. Осы екен ғой ботадай боздау деген. Естімеп ем, естідім, қоздау денем. Боталардың боздауы тозбапты әлі, адамдардың боздауы тозғанменен деп атамыз жырлайды. Шынында да бір мейірім, сағыныш деген нәрсе, жүректегі сезімдер бір әлсіреп жатқан кезде осындай бір жаратылыстардың сезімі, шешесіне деген махаббатын көріп, кәдімгідей жүрегің елжірейді екен. Жақсы аға. Нені ұмытсақ та, тамақ ішуді ұмытқан емеспіз. Бұл жолы ауғанның палауын жеуге келді. Жағдай осындай шүкір. Келесі күні өте қызық болды. Қазақ Тревелмен бірге Мәдина қаласын аралап шықтық. Солардың ішінде тарихи маңызды жерлер бар. Ухуд тауы сияқты. Қазір керемет құрма бағында демалып жатырмыз. Мынандай дәл осындай ағаштардан, құрманың, пальманың сабақтарынан жасалған ағаш. Пайғамбар салам бір кезінде осындай ағаштарда жатқан екен. Шай тамақ. Мына шай деген розамен жасалған екен. Енді дәмін айтылмаймын мына. Негізгі сапар енді басталды. Мединадан ихрам киіп, умра жасауға Меккеге аттандық. Ары қарай сіздерді Меккемен таныстыратын боламыз. Біз қасиетті Қағбаға келдік. Қағбаға қараудың өзі құлшылық. Дәл қазір мына Қаратастың тұсында тұрмыз. Қаратас деген Қағбаның өзі емес, оның бір бұрышындағы жәннаттан келген тас. Қағба осы тұрған жер адам ата жаратылғалы бері ең алғашқы Алланың үйі. Адам ата өзі періштелердің белгілі бір жерде осы жоғарыда жеті қабат аспанның үстінде де осындай Қағба сияқты ғимарат бар. Соны айналып жүрген көріп, жерде де сондай болғанын қалаған екен. Кейін оның ұлы Шис пайғамбар осы алғашқы ғимараттарды салып, кейін ол Нұх пайғамбардың кезінде сумен шайылып кетті. Және Алла Тағаланың әмірімен Ибрахим пайғамбардың кезінде осы Қағба тұрғызылды. Қазір сол Қағбаның бер жағында Ибрахим мақамы, яғни Ибрахимнің ізі деген жер бар, яғни Ибрахимнің ізі бар. Осы Қағба бұл сондай қастерлі, Алла Тағала өзі қасиетті қылып таңдаған, Құранда атын атаған жер. Осында келіп тұрған бізде арман жоқ. Қаншама бабаларымыз, Құнанбай атамыз, Шәкәрім атамыз барлығы осы жерге келіп, біздің еліміздің амандығын тілеген болса, біз де сол бабалардың жолымен осында келіп, туған халқымыздың, Қазақстанның амандығын тілеп жатырмыз. Алла Тағала баршаларыңызға осындай бақытты нәсіп етсін. Жиі қажылыққа, кіші қажылыққа келетін қазақтардың саны көп болсын. Аталарымыз жетпеген арманға жеткен қазақтың саны көп болсын. Біз қасиетті қаладамыз, Меккедеміз. Бұл жерде бүкіл әлемнен адамдар жиналған. Біздің
қазақ халқы да осы Меккені қатты жақсы көреді. Сондықтан бұрыннан біздің Қазақтан осы елге келген қажылар өте көп. Біздің мынау кезінде ең алғаш мынау Нұркен деген қазақ туралы айтылады. Меккеге келген. Ол Меккеге келіп кетуіне 5 жыл кеткен екен. Одан кейін атақтысы Құнанбай қажының қажылығы, ол кісі 120 адаммен қажылыққа келген екен. Кейін Қажымұқан атамыз Түркиядағы палуанды жеңген кезде, сол Түркиядағы мықты байлар, сол жердегі мықты кісілер оны шақырып қажылыққа, сөйтіп оның атына Мұқан деген атына қажы деген сөз қылып, ол кісі Қажымұқан атанған екен. Сондай-ақ Абайдың інісі Шәкәрім Құдайбердіұлы да осында қажылыққа келіп талай білімді, қажылықпен қатар осы исламға қатысты, мұсылманшылыққа қатысты талай білімді алып кеттім деп айтқанын білеміз. Біз де сол қасиетті мекенге келдік. Қазақстан тәуелсіздік алған кезде 21 адам тәуелсіздік алған тұста бірден 21 адам алғаш қажылыққа келген екен. Сол 21 адам қазір жылдан жылға көбейіп, осы 30 жылдың ішінде мыңдаған қазақтар келетін деңгейге жеттік. Қазақ тілінде Құранның түсіндірмесін тәпсір жүргізетін осындай сағаттар. Ойлаған, нәже тұрамыздар. Қазақстан зиярат Макка, Мадина, Сауди Арабия. Сіздерді Мекке қаласына шақырып жатыр. Келіңіздер, қазақстандықтар. Міне, араб еліндегі бауырларымыз біздің елге келіп жатыр. Біз де осы араб еліне келейік. Міне қазір қонақ үйге бара жатырмыз. Алла нәсіп етсе, біздің ағамызға, Наиф ағамызға Алла нәсіп етсе, қазір қазақтың мықты қазір дәм татқызамыз. Бисмилlah. Қалай Ей. Машалла. Көйс. Jamil. Ziyara axir. Бұл зауыттың арғы жағы, екі қасиетті мекен туралы музей. Негізі Қағбаның сыртындағы матаны 1926 жылға дейін әр елдердің басшылар таласып тігетін болған. Бірақ 1926 жылы Абдулазиз деген кісі өз қолына алып, содан бастап Қағбаның сыртындағы матаны Саудия өзі тігетін болған. Мынау енді қазір мама жіберетін сурет болайын деп тұр. Әдемі суретке түсіп жатырмыз. Қасиетті Қағбаның кисуасын тігіп жатқан сәтте отырмыз. Алла Тағалаға сансыз шүкір. Қара түске не жасыл түске боялып сөйтіп осындай жіптер пайда болады. Мінекей жібек. Осы жіптердің барлығымен мата жасайды. Ол мата жасайтын аппаратты садая деп атайды. Ол аппарат мінекей. Мына жіптің бәрі жиналып, бір тұтас матаға айнала бастайды. Барлығын былайынан айналдырып біріктірген кезде үлкен бір мата болды. Міне мынау керемет ұстын дейді ғой қазақша. Мына колонналардың барлығы Әл-Харам мешітінде қолданылған колонналар. Біз қазір бұйыртса мұражайға кірейін деп жатырмыз. Мына жерде Кисуаның мұражайы бар. Ал бұл Қағбаның 1824 жылға дейінгі шығатын баспалдағы. Қағбаның кілттері Осман империясы кезіндегі кілті, мына қазіргі кілті, яғни қазір осы кілтті алсаң, Қағбаны аша аласың. Қағбаның матасын тігудің ескі технологиясы екен, сол мұражайға сақталған. Мен дәл қазір жұмыс ортасынан көрдіңіздер, мынау жасыл ішкі материалын тігіп жатқан жерден тоқтаған екен. Бұл жерде зәмзамға, яғни қасиетті зәмзам суына қатысты дүниелер көрсетілген. Мынау 1881 жылғы зәмзамның құдығы, яғни сол кезде құдықты кәдімгі қолмен алған екен. Кейін бірте-бірте технология дамып, қазіргі кезеңге жетті. Қазір зәмзам тартып алынып, бүкіл қаланың сыртына шығарылып, үлкен зауыттарда әртүрлі құтыларға, баклажкаларға құйылып, бүкіл қажыларға таратылады. Біз Таиф қаласындамыз. Таиф таудың баурайындағы салқын қала. Оның ауа райы да, табиғаты да, мәдениеті де құмдағы арабтардан басқашалау.
Кетті, маған қалды. Авыл. Сырма авыл. бір гүлден неше түрлі нәрсе істейді екен, шай, одан кейін парфюм, және де маған бір ұнағаны бір гүлден әртүрлі иістер шығарғанда керемет. Және жергілікті құлпынай бағын көрдік. Құлпынайдың шығатын жеріне келдік, бірақ қазіргі уақытта суық болғандықтан әлі шығып үлгермепті. Бірақ қараңыздар, қалай әдемі бөшкелерге құлпынайларды өсіп жатыр. Ана жақта құлпынайдың вареньясы, мороженое, мына жақта құлпынайдың өзі, мына жақта музейі. Керемет. Ағарс, бүкіл біздің қатымыздағы адамдар бәрі намаз оқу керек деп жатыр, қайтып оқимыз. Иә, мұнда керемет лайфхак, кез келген жерде мынандай зат тұрады, оны жүркеттік. Бұлай тартып болсаң, жай намаз болып созылады. Не, адамдар батыс қарауға қандай намаз? Қазақстанда ғана батыс деген мәселе құбылада ғой, құбыла осы жақта, Каба осы жақта, осыны қарап оқиды ғой. Ондай бар, иә? Біз Кауст университетіндеміз. Бұл Джидда қаласының қасындағы 1000 студент оқитын университет. Солардың ішінде менің досым Серік Болсын бар. Жалпы бұл Кауст университеті 2009 жылы ашылған, осы Джидда қаласынан 90 км жерде Қызыл теңіздің жағасында орналасқан. Яхталар. Енді студенттерге көптеген жағдай жасалған, мысалы өздеріңіз көргендей университеттің ішінде автобустың өзі тегін жүреді, кез келген жерден кез келген жерге жеткізіп тастайды деген сияқты. Одан бөлек әр студентке шамамен қателеспесем бір 75 мың, 80 мың доллар жұмсайды жылына. Оның 15 мың доллар медициналық сақтандыруға төлейді, 30 мың доллар стипендияға. Бұл университеттің студенттері кейбір елдердің олигархтары сияқты өмір сүреді екен. Сол қызықтарды бір күнде біз де көріп шықтық. Досым Серік Болсын әйелімен бірге мұнда докторлықты қорғап жатыр. Жалпы мұнда қазақтар өте көп. Бізді құшақ жая қарсы алды. Техника дейма? Бізде техника жоқ. Өте керемет екен. Өте тегін спорт екен. Мынау негізі спорт түрін жамат екен, адамның арам жөн жарады екен. Міне, біз өзіміз Қазақстанда жүріп бұндай спортты ойнамаппыз. Негізі қазақтар ойнау керек спорттар ғой. Ішіп, шегіп, болмайтын нәрсемен айналысқанша, осындай спортпен айналысайық. Бұл бізге пайдасын тигізеді. Қазақтар сапалы болайық. Иә, енді негізгі түпкі мақсатымыз елге қызмет қылу ғой. Бірақ елге қызмет қылуды қазірден бастап кеттік деп ойлаймын. Өйткені қазіргі таңда шетелде жүрсек те, елден жырақ жүрсек те, дамыған технологияны, интернетті пайдаланып, елдегі оқушыларды онлайн түрде дайындап, математикаға баулып жүрміз. Менің өзім
ғылым жолында жүріп Қазақстанға беретін болса, менің артынан ерген ертең 100 ғалым шығуы мүмкін да. Мына университет қазір Мекке қаласынан 1,5 сағаттық жерде ғана орналасқан. Яғни бұл жерде тек қана дүниелік ғылым емес, өзіңнің иманыңды көтеру, ислами біліміңді арттыруға көптеген мүмкіндіктер бар. Айына бір рет болса да умраға баруға тырысып тұрамыз енді, өйткені жағдай жасалған. Бұл университетте негізі магистратура, докторантура мамандықтары қамтылған. Ол жерде бакалаврды бітіріп, осы жақта инженерия, биология немесе математика саласына түсуге болады. Одан кейін біздің Қазақстаннан көп студенттер келіп жатыр. Қазірдің өзінде бір 60-70-тен асатын студент бар осы жақта. Көбісі өзінің отбасыларымен де келуге болады. Отбасыларына да жақсы мүмкіндіктер, жағдайлар жасап жатыр. Қазір осы Кауста түскі ас ішуге барып жатырмыз. Аль-Марса деген бір сүйікті ресторанымыз бар. Соған қазақ достарымыз қазір қонаққа күтіп отыр сіздерді. Енді бұл ешкімге жасырын емес, мына араб елдері көбінесе айтып жатады ғой, ғылымнан қалып қойған деген сияқты. Бірақ қазір Сауд Арабиясының үкіметі ғылымға қатты көңіл бөліп жатыр. Өте үлкен қаражаттар бөліп жатыр. Яғни бұлардың енді негізгі мақсаты менің ойымша қазіргі араб жастарын ғылымға бағыттау. Шетелден алдыртып, мықты мамандарды түбінде өздері үйреніп алу деп ойлаймын да. Жалпы мына Кауст университетінің енді бір ресми ақпарат бойынша жылына 800-900, тіпті 1 миллиард долларға дейін барады. Яғни 365-ке бөлсек, бір 2-3 миллион доллардан кетеді күніне. Күніне 2-3 миллион доллар? Миллион доллар жұмсайды. Қайда кетпей жатқан ақша болды? Яғни бұл студенттердің стипендиясы, жаңағы сақтандыру, жұмыскерлердің айлықтары, жаңа өздеріңіз көрдіңіздер, әртүрлі бөлімдер бар. Қоқысты шығару, ана пальмаларды күту. Қысқасы, бұның бәрін айтып жеткізу мүмкін емес. Тек келіп көру керек. Ал оған ең ыңғайлы компания Қазақ Travel. Сонымен бітті ма? Сонымен бітті. Қуасың ба, Аллах үшін? Бұл да ат души жұмыс істеді ғой, до конца демалсын да енді. Кеттік. Жидда дамайшы? Жидда да бар.